14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мына жұлдыздың үйін қараңыздар. 3 қабат. Терезелер. Иә. Осындай үйде тұрған адамның арманы жоқ шығар, иә? Бір қабырғасы түгел терезе. Қараңыздар, мына топтың қыздар Малайзияда жүр ғой. Рахат, иә? Өмір осылар. Соны айтамын. Мен де барғым келеді. Мына жерге жаңа насос тастап кетемін ғой, байқамадыңдар ма? Арман алып кетті ма? Арман қан? Арман? Мына шубаны қараңыздар. $10,000 тұрады. Әдемі, иә? Ағы да бар ма? Ағы да, қарасы да. Тіпті қоңыр свет те бар. Осы жұрт ақшаны қайдан алады түсінбеймін. Біздің ақша көп қой, алтын. Біздің жарты Шымкент осындай шуба киіп алған ғой. Бірақ ойлаймын да, бізде қыс ондай суық емес қой. Олар пысынап алдын ашып киіп алады. Не керегі бар? Жылы ғой бізде. Керек емес, шуба. Соны айтамын, не қылады дейді, соны. Бірақ ана кімнің Майраның шубасы әдемі, бақыт, күшті, Қай Майраның? Ой, оның шубасы керемет қой. Күшті, Керемет қой. Ой, шікінім, керемет қой деп бір. Былтырғы шубасы ма биыл? Қай жер екен десем бар қояр емес екенсіңдер. Ар өтем дүниенің әңгімесі айтасыңдар, бер өтем дүниенің әңгімесінен басқа ештеңе айтпайсыңдар. Бұдан басқа тақырып таппай қалдыңдар ма енді? Қойсаңдар, ұят қой. Басқа туралы әңгімесіңдер. Немене дүниенің әңгімесі. Не айтамыз енді? Өмірдегі қажеттіліктер болған соң әңгіме қыламыз да? Басқа не әңгіме қыламыз? Сен білесің ба? Адам нені әңгіме қыла беретін болса, сол жүрегіне кіріп кетеді екен. Бісміллә. Шыны дәлелденген ғой. Сендер бір емес, үнемі ғой сендердікі. Жалпы осы әйел ердің басы қосылса, ананың жиһазы, ананың үйі, ананың шубасы, жалпы әлем бойынша әйелдерге содан басқа тақырып таппай қалды ма? Тақырып жоқ болса әйелдерге басқа. Қойшы Мырзахан, неге өзіңе қабылдайсың сен? Мен саған бір дүние таппай жатырсың дедім ба? Не? Мен саған дүние таппай жатырсың дедің ба? Дедім ба деймін саған? Дүние таппай жатырсың дегің кеп тұр ма? Десек онда. Десек. Де онда? Мен оразамын. Де онда? Де? Ораза болсыңдар енді кішкенен бір уақ рухани әңгіме айтсаңдар сен айналайындар сендер болмайды ғой. Мысалы? Мысалы Не туралы? Мысалы көп қой енді айта берсеңдер жақсы әңгіме көп қой. Айтса енді көп болса сол. Онда былай қылайық. Онда менде бір ұсыныс. Онда былай жасайсыңдар. Бір күн болса да, іш болмаса бір күн болса да, сол дүние мүлік туралы әңгіме қозғамайсыңдар. Тек аузын шарға дейін. Ойбай, қызықсыз аға, сонда басқа не айтамыз? Соны айтамын. Сол маған да қызық болып тұр да, басқа не айтады екен осы әйелдер, сол әңгімені ақ қойсақ, тоқтаңдар онда, бопты. Сендердің айтқандарыңа мен көндім. Аузын шарға дейін ақ болсын. Бірақ мынаған кім-де-кім сол дүние жайында, мүлік жайында әңгіме айтып қалатын болса, 1000 теңгеден сап тұрсын. Жоқ, бұл болмайды. Оны сендер 10 минутта толтырасыңдар. Бұдан үлкенірек не бар мына жерде берші? Мынадан басқа дым жоқ. Міне, осы керек. Осыған дүние мүлік жайында әңгіме қозғаған адам 1000 теңгеден сап тұрсын. Келістік па? Келістік қой? Келістік, болды. Мә, әке, 1000 теңге демекші, 1000 теңге бере тұрасыз ба? Керек болып тұр. Жүрейді жаным үшін. 1000 теңге. Не салдым? Мына шубаны қараңыздар шапке. Күшті, ағы да бар, қарасыздар. Ой, фырма. Қараңыздаршы.
күшті ғой. Бақыт әте. Әке, бүгін қандай игі іс жасаймыз? Мен жасап қойдым. Өзің жаса. Сенікі дұрыс емес. Ауыздан шыққан сөздің бәрін дүниенің әңгімесі дейсің де отырасың. Осы еркектер ше, сендер бастарын қосылғанда не әңгіме айтасыңдар, а? Көп қой. Мысалы, өткенде Сепоштікіне моншаға барғанда, Сәбит ауырған кезде, қиналған кезде иманның қалай көтерілгені туралы айтып берді. Бірақ бар сонда да Сепош баняны қатыртты. Сондай баня бізде де болса қоя. Саған аға, салыңыз. Сіз айттыңыз ғой дүниенің сөзін. Моншаны қатырыпты, монша сал керек еді. Бұл да дүние емес пе? Дұрыс. Айтыңызшы Бақыт әте. Дұрыс сал. Салыңыз. Бұл жатпайды ғой, бұл әңгіменің арасында кеткен әңгіме ғой, бұлай сөздің арасындағы ғой бұл. Жоқ, сал. Сен де осы біздің аузымыздан шыққан сөзге айыппұл салдырасың отырасың, сал. Салыңыз. Жарайды, салайсыз. Жарайды, мұны. Ұзда чабалайын, тоқтаңдар. Тоқта, 9.000 теңге. Ұзда чабалайын. Наған сазай. Аға, қандайсыз? Міне, 9.000 ұздач, 1000 теңге. Оның сен. Салды. Ал. Біз ақша сұрасақ, ақша жоқ деп, бүкіл Қазақстанның ақшасы байлығы сенде жүр ғой, е? Соны айтам. Сал. Бүкіл Қазақстанның ақшасы сенде жүр. Дүниенің әңгімесі. Жатпайды ол дүниеге. Давай. Сал. Жа, 1000 теңгені берші. Соңғысы ғой бұл. Соңғы ақша меденді. Давай. Аға, қандайсыз? Күшті болмадым. Ал, айтыңдар. Тағы не айтасыңдар? Міне, қараш. Үйде тек дүние жайында әңгіме қылатындарыңды біліп алдық. Қараш мұны, үйдегі бар ақша осының ішінде. Ой, фырма, Ал, кіріп, сәл, әлденіп алайық. Қымыздар болса, қымыз ішейік. Содан мен не жақсы көрем. Қуырдақ. Содан. Енді сен қазір біздің еркектердің қандай әңгіме айтатынымызды мән берші, көрейік. Көрейік. Ассалаумағалейкум. Ой, Нұржана. Ассалаумағалейкум, Нұржана. Амансың ба? Данияр бауырым. Сен осындасың ба? Ой, мен осы. Не бұл беташар болған ба? Жоқ, бұл не ғой? Чеуи тастайтын банк шығар. Сондай ма? Жоқ, бұл не ғой? Не? Үйде ойын ойнағамыз. Қандай? Дүниенің әңгімесін кім айтса, сол банкіге 1000 теңге салып тұрады деген әңгіме. Сондай ма? Бұны анау, шірген анау 10 000-ды кім салды екен да? Дүниенің әңгімесін қатты айтатын біреу салған шығар. Не ой? Не бол? Крек. Ой, крек. Ой, Келіңіз. Охо. Кір, жайғасыз. Бақыт, адамдар келді, не ақсан тұршы. Шұғыла қайда, дайдасындаршы, нан тап көппен бар. Барсандаршы, не ақ тұршы. Ақша толып қатты банкіге. Охо. Қош келдіңіздер. Ой, рахмет. Қазағымның қонақжай үйі Аспандияр дәмханасына. Күшті екен. Үйреніп қалдық. Өте керемет екен. Біз ашылғалы осында жұлдыздар келіп жатыр қазір. Етімізді үйреніп қалды. Басында таң қалып жүрешек, қазір кіріп келетса, біз үйге кіріп келетқандай да ойлағанбыз ғой. Сөйтсек мейрамхана кіруге болады екен ғой. Келіп қалыпсыздар. Сол ауыза шайық деп. Ауыза шайық деп. Ауыза шайық. Дайындаңдар ай. Бақыт.
мынау қандай жақсы кетіп жатыр ей. Жақсы кетіп жатыр. Қарны әбден ашты бүгін. Тамашаны сағынып көрушек. Қазір тамаша сети деген ашылды. Тіпті жақсы болды. Оны да көріп отырамыз. Ондай бар. Біздің жаңа жобамыз, мінекей 1 жыл бойы. Өздеріңіз жобалаңыз ба? Жоқ, тамашаның Жоқ, тамашаның жоқ, ол өзіміздің жобамыз. Тамашаның өзінде ма? Қазіргі заманға сай жүр дейді ғой. Сол сияқты заманға сай болып, осындай бір түсірілімді дайындалып, көрсетіліп жатырмыз. Сол жерде де өнер майталмандары бар. Ол жерде жаңадан бастап келе жатқан әншілер бар. Жалпы осы комедия жарында жүріп жатқан өнер айдындағы ерекше өзіміздің кеменің үстінде алға жылжып жатқан жайымыз жолымыз бар. Сондай. Содан кейін бір айтарым. Енді көп кісілер айтады, сен өзіңіз айтып отырсыз баяғы тамаша. Енді өкінішке қарай баяғы тамаша оралмайды әрине. Баяғы актерлар келмейді. Себебі бірақ сол баяғы деңгейді барынша көтереміз ба деген үміттеміз. Көрермен ұлы мәртебелі, Тұңғышбай айтпақшы, ұлы мәртебелі көрерменнің көңілінен шығу мақсат. Құдай қаласа. Шығып жүрсіздер, шыға беріңіздер. Құдай қаласа, шыға беріңіздер. Жақсы, кинолардан да көріп қоямыз сіздерді. Кинода көп жүресіз, бағдарламаларда көп жүресіз. Үйде көріп, келіншегіңізді әртісі құсыздың. Кинодан көріп тұрамыз. Мен сондай болып қалдым ғой. Гүлшат Тутова деп шығып жүргенде қарындасыма, әпкесім, ағайындыма деп жүрсем, кейін біздің ауылда таксистермен әңгімелессек, өсектің көкесі менен де бір жақсы таксистер бар екен. Сөйтсем, ол Нұржанның өзінің әйелі дейді. Сонда сіздер кинода танысқансыздар ма? Қаяқ танысқансыздар? Кинода емес, біз не бірге оқыдық қой. Өнер академиясында бірге оқыдық. Өнер академиясында біз бірге оқыдық. Осы сөз айтпақшы, студент кезде мен сізге айтайын. Біз екеуміз бір группада оқыдық. Бұл Шымкенттен келді, мен Тараздан келгем. Сол жерде таныстық, сол жерде білмеймін қалай болған. Мен түстім ба жайылған торға, ол түсті ме жайылған торға. Ай, сол салдау деп қоям осы күнге дейін. Сіз әйтеуір екеуміз осы отбасы құрып, мінекей осы биыл күміс тойымыз 25 жыл. Бірге қорып жатыр екенбіз. Өзім биыл 50-ге келемін. Тойдың көкесі болайын деп. Мінекей көрдіңіз ба? Тамаша 40-та, мен 50-де, жұбайымен отадан сыққаныма 25 жыл. Тағы да не? Даниярдың келгеніне 1 жыл. Сонымен сосындай болып. Мен сізге бір нәрсе айтайын. Біз дәріс алған кезде негізі курстың көркемдік жетекшісі Тұңғышбай Әлтарази. Тұңғышбай Әлтарази бізге сабақ дәріс берді. Тұңғышбай Әлтаразиге қысос халық әртісі Қатиша Бөкеева берді. Қатиша Бөкеева Станиславскийдің өзі берді. Так что біз Станиславский жүйесінің тікелей шөпшегіміз. Сол себепті Станиславский жүйесіне тіл тигізбеңдер деп айтамын. Қазіргі жаңалықшы жауап жүрген режиссерлар бар, актерлар бар. Айту керек оны. Айту керек. Енді айтып жүремін. Чеховтың жүйесін басқа жүйелер бар, білмеймін. Мен тікелей Станиславскийдің жүйесінің қолдаушымын. Қорғаушысымын. Біздің ата-бабамызға тіл тигізбеңіз деп қоясыз. Жеті атамызға тіл тигізбеңіз. Бөкеева мен Станиславскийдің арасында тағы да бір кісі бар. Ол Станиславскийдің шәкірті болған. Ол кісі Бөкеева апайымызға 90-нан аса қайтыс болды. Осы Қарашаңырақ әуезов театрының белді белсенді кезінде Шәкәй Наймановпен ойнаған кісінің енді бәрі біледі енді. Осындаймыз біз. Енді қараңыз, мен енді бір бақыт жоқ па? Әңгіме айтып қойып. Мынау біз бүгін жаңағы банк ұстап тұрғанмен ыңғайсыз болып қалды ғой. Біз дүниенің әңгімесі. Енді әйелдердің әңгімесіне кірісіп кетсең де, қай үйге барсаң да дүниенің әңгімесі. Ананың үйін андай берген, мынандай үйі бар екен де. Соны біз оразада сол әңгімені доғарып, сондай әңгіме айтып қалған үшін біз жаңа банкке ақша салдырғанбыз. Сіздер де дүниенің әңгімесін айтасыздар ма? Уақыт жоқ шығар, бірақ сіздер үйде екеуіңіз де әртіссіздер. Сіз мына жақта жүресіз, дүниенің әңгімесін айтпайсыздар ма? Айтасыздар ма? Қаншалықты айтасыздар? Тағы бір 5 әйел қосылған жерге өсек айтқан тағы да 10 мың салсын деп қою керек. Жақсы нәрсе екен, өте жақсы нәрсе. Біз осындай. Сіздерде қандай үйде? Айтамыз ғой дүниесі. Айтқан келмесе де айтасың ғой. Керек қой дүние жайлы. Айтугүл пәленшеті қай жерде арзан болып жатыр екен. Қай жерде керемет скидка болып жатыр. Кім тойына қанша береміз? Ананың тойының пәленше бар, өзім дәптеріміз бар біздің. Жазылып тұрған, кім қанша әкелді. Бақыт еспей қойсын. Мен айтып жүрмін, біз ақ айтамыз екенбіз деп. Жоқ, бәріміз айтамыз. Жалпы ораза қалай? Қиналып жатқан жоқсыздар ма? Енді ораза ондай бір қиын емес.
Енді Аллаға шүкір 5-6 жыл болып қалды ораза ұстап жүргенімізге. Бірақ енді бас кезде енді әрине қиналасың. Әсіресе жаздың кезінде, былтыр алдыңғы жылдары қиналасың. Одан кейін өзіңді үйреніп кетесің. Алла тағала сондай бір керемет күш беріп қояды екен. Судың қадірін білесің, уақыттың қадірін білесің. Қолың демей жүрсе уақыт тез өтіп кетеді. Ал кейде бір бос болып қаласың ғой. Ой, қарны ашады. Басында бас кезде сөйтетінбіз. Қазір енді Аллаға шүкір, Алла тағала өз бәрін есептеп қойған, бәрі күшті. Соңғы бір 20 минут өтпейді ғой. Бізде де сол. Соңғы бір 20 минут өтпейді, Құдайға бір 20 сағатта өтеді. Бұлай жақсы бәрі. Қабыл болсын оразаларыңыз, ұстаған оразаларыңыз берекелі болсын, сіздерге де жұмыстарыңыз оңды болсын, келушілеріңіз көп болсын, анау банкі тола берсін, тексерушілер аз болсын. Барлық жақсылық дейміз сіздерге. Дастархандарыңыз тола болсын. Рахмет көп-көп. Ойна сәбіздер керемет екен. Біраз әңгіме қызып жатқан шығар. Ал мен біраз ақша жинап алайын, әңгіме қызса. Майдалардың арасында жүрсең, майдаланасың. Ірлердің арасында жүрсең, ірленесің. Өсесің деп Гете айтпақшы, Алтын. Маған ірі картошкелерден әперіп жіберші. Жарайды. Бола ма? Содан кейін адамды ақылды болуға жетелейтін 3 жол бар дейді. Біріншісі ол еліктеу, ең жеңіл жол. Екіншісі ол ойлау жолы. Ол қиын жол. Ал үшіншісі тәжірибе жолы, ең ащы жол деген екен. Сол сияқты мына пияздың ащыларынан бірнеше аршып жіберіңіз. Күліңдер. Әлақ менің осы сөзім дұрыс екенін түсініп, көздерің жететін болды. Күл. Мен бір әфсәне айтып берейін. Сүлеймен патшаның бір жүзігі болған екен. Жүзік. Дүниенің әңгімесі. Аға, Давай. бұл әпсана ғой? Иә, бұл әпсана. Сол әлгі жүзікте бәрі де өткінші деген жазу болған екен. Әлгі патша налығанда, қайғырғанда, әлгі жүзіктегі бәрі де өткінші деген жазуды көріп, өзі жұбатады екен. Шүкір қылатта. Иә. Бір күні қатты қуанғанда әлгі жүзіктегі жазуды көріп, одан сайын ашуланып, ызаланып, әлгі жүзікті лақтырып жіберген екен. Енді ана қуанышты бақыттың бәрі өткіншіге деп тұр ғой енді ол да. Иә. Лақтырып жіберген. Иә. Сол сәтте әлгі жүзіктен тағы да бір жазуды көреді. Қандай? Қарап оқыса, бұл да өтеді деп жазып қойған екен. Содан патша өзін өзі жұбатады. Бұл да өтеді екен ғой деп Сақинаны қайтадан қолына алып тағып алған екен. Одан кейін Сақинаны еш қолынан шешпеген екен. Абайлаңдар Айсевер, маған күлем деп. Мына әңгімелеріңді өткінші болып қалмасын Айсевер. Қатырдық. Сенің ана жүзік алтын болған ба, патшаның? Әрине. Көздері гауһар шығар, Айттық қой, әйтеуір. Мен мына жүзігімді қараңызшы, бұнда көздері гауһар ғой. Қанша қалдың? Білмеймін, бағасын ұмытып қалдым, бірақ қымбат өте. Маған да сондай жүзік алу керек. Жарқырап жақсы көрініп тұрады. Армандаймыз бақытты жанияның болғанын, ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. аңғармаймыз бағыңды даралайтын күш
өлкесінде өз отбасыңның ішінде үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы бар